Болашақ бағдарламасы аясында шетелдердегі жоғары оқу орындарынан қалай тағылымдамадан өтуге болады. Қазақстан халқы ассамблеясының ғылыми сарапшылық кеңесінің отырысында бүгін осы тақырып кеңінен талқыланды. Сонымен бірге ғалымдар үшін 500 ғалым жобасы шеңберінде жасалған мүмкіндіктер жайы мен біліктілікті арттыру бойынша оқу практикалық іс-шаралардың маңызы сөз болды. Кеңес төрайымының сөзінше тағылымдаманың ғалымдарға берері мол, этникааралық қатынастар мен патриоттық тәрбие туралы зерттеулерге қанық болады дейді. Бұдан бөлек жиында этносаралық қатынастарға сыртқы қақтығыстардың идеологиялық әсері контекстінде ақпараттандыру жайы қарастырылды. Жаңа білім, жаңа тәсілдер, жаңа зерттеу тәсілдері бар екенін, соны бүгін әріптестермен бірге отырып, соны талқылауға, сол тәжірибемен бөлісуге арнап отырмын. Болашақ бағдарламасына көбірек сондай ғалымдарды, егерде осы мүмкіндікті қолдана білсек, онда біздің ғылыми әлеуетіміз, зерттеу әлеуетіміз әлде қайда жоғарылайды деген ойдамын.